Гүл ұрлаған қыз. Айжан кішкентай саусақтарының ұшымен қоршаудың суық темірін ұстап, аласапыран ойлармен зираттың ішіне үңілді. Қатал әрі түрі сұсты күзетші көріп қоймады ма екен деп жан-жағына қарап та қояды. Айжанның жүрегі дүрсілдей бастады. Бұл кезде жалғыз өзі келді. Досы Асылжан өткенде ұсталып қалып, балалар үйіне жіберілген. Барынша сақ болуға тырысты ол. Осында келіп, зираттағы өлілердің басына қойған балғын гүлдерді ұрлау кішкентай Айжанның кәсібіне айналғалы қашан. Гүлдерді арзан бағаға өткізіп тапқан тиынға бәліш алып қарнын тойдырып алады. Гүлді сатып алатын қарт әжей бар. Ол үнемі Айжаннан арзан бағаға сатып алады да, өзі жолдың бойында сол гүлдердің бағасын асырып қойып, ол да осылай күн өтеді. Зираттың ескі бөлігіне аяқ басқанда, Айжан басқа әлемге кіргендей сезімде болды. Әрбір қабір, әрбір тастың үстінде өлім мен тіршіліктің шекаралары сарғайып жатыр. Ол баяу, сақ басып қабірлердің арасымен жүріп барады. Бір кезде, «Тоқта, қайда бара жатырсың?» деген дауыс естілді. Айжан жалт қарады. Ол тез келе жатқан күзетшінің аяқ дыбысын естіді. Қыз алды артына қарамай қаша жөнелді. Қоршаудың тесігінен сырғып шықты да, жылдам қадамдармен зираттың басқа жағына қарай кетіп қалды. Жол ұзын, зират кең, бірақ күзетші артынан қуу үшін асыққанымен, оның жетіп алуы қиынға соғатын еді. Айжан қашып бара жатып бұрын көрмеген аймаққа тап болды. Бұл жерде бәрі өзгеше құлпытастар сәнді, көркем әрі жаңаша тұрғызылған. Жолдар тегіс қиыршық тастармен жабылған. Айжан осынау таңғажайып көріністі көріп таңданды. Бұл жаңа әлем оның көз алдында ашылып жатқандай болды. «Апыр-ай!» деп айқайлап жіберді ол жаңа, ерекше ескерткішке қарап. Бұл ескерткішті ол тірі адам секілді, көздері жанғандай сезінді. Әсіресе оның шеңберленген бейнесі ерекше әсер қалдырды. Ол қолын суық тасқа тигізді, оны айналасындағы нәрселерге қарауымен ешкім байқамағандай қарады. Кенеттен оның жүрегінде бір тыныштық, бірақ сонымен қатар ойлануға себеп болатын сезім пайда болды. Ол әрбір қадамын сақтана басып, жаңа аймаққа енді ғана аяқ басқан кезде, алдына айқара ашылған керемет көрініс әсерлі түрде қарсы алды. Әлем өзгеріп, оның алдында бұрын соңды көрмеген таңғажайып жерлер пайда болды. Сәнді құлпытастар, ұқыпты жасалған жолдар, бәрі қиыршық таспен мұқият жабылған, әрбір бөлігі жайлы әрі үйлесімді көрінді. Айжанның жүрегі қатты соғып, сол жердің ерекше бір әлем екенін түсінді. Бұл элиталық зиратқа апаратын жол. Достарымен осы жерге қанша рет өтуді армандағанымен, ешқашан аяғы жетпеген тұс еді. Біраз уақыт бұрын олар осы үлкен бетон қоршауды айналып өтуге тырысқанымен, тек бір ғана кіреберіс бар екендігін білген, ол да орталықта қақпа мен гүл дүңгіршегінің маңында болатын. Одан өту мүмкін емес еді. «Апыр-ай!» деп таңғалып бір ескерткішке тоқтады. Ол тіпті жанына жақындап суық тасқа қолын тигізді. Бұл бейнеленген адам тірі секілді, көздері өзіне қарағандай сезілді. Бұл жерде әрбір нәрсе өте әдемі орналастырылып, бір-бірімен үйлесім тапқан екен. Кенет түкпірден әлсіз ғана бір дауыс естілді. «Мама» дейді біреу. Айжан селк етіп жан-жағына қарады. Көз алдында ешкім болмады, тек зираттың қараңғы аясында тыныштық тұрды. Бұл не деген ақымақтық? Кім анасына осындай түрде қоңырау шалалады? Бірақ оның көкірегінде бір нәрсе дірілдеп, жүрегі қатты дүрсілдей бастады. Дауыс жер астынан шығып жатқандай сезілді. Ол шошып тез кеткісі келді, бірақ аяқтары жерге байланып қалғандай болды. Олардың әрбір қадамы ауырлап, денесі қозғалуға ынталы емес еді. «Анашым» деген сөз оның құлағынан алыстан талып естілгендей болды. Оның жүрегінде дауыс иесін білуге бір құштарлық пайда болды. Дауыс шыққан жаққа қарай қадам басып, Айжан үлкен ескерткіштің артында жаңадан қазылған қабірді көрді.
Жақын арада жерлеу рәсімі өтетіндей көрінетін бұл жердің тыныштығы оны әлі де бей-жай қалдырмады. Ал шұңқыр ішінде кішкентай ғана балақай отыр екен. Бала қорқынышпен жоғары қарады. «Ей, сен бұл жерге қалай тап болдың?» деп сұрады Айжан, баланың жанарынан үрей мен қайғыны көріп. Бала даусын көтеріп жылап жіберді. «Анамнан жасырынып қалып едім. Мені бұл жерден шығар», деді. Айжанның жүрек соғуы тоқтап қалғандай болғанмен, өзіне ие болуға тырысып даусын қаттырақ шығарды. «Енді жылауды доғар, әйтпесе мен кетемін», деп айқайлады. Бала өзінің сәтсіздікке ұшырағанын сезіп бірден үнсіз қалды. Бірақ Айжанның даусындағы қаталдық оны тыныштандырды, әрі ол сабырлылық таныта бастады. «Мені мұқият тыңда, мен сені шығарып аламын», деді Айжан тез. «Маған аяғымның астына қоятын бір нәрсе керек, түсіндің бе? Әйтпесе мен сені бұл жерден шығара алмаймын. Мен қазір соны әкелемін», деді. Іздеген затын жан-жағынан іздей бастады. Бала басын изеп үнсіз қалды. Айжан баланың аянышты жүзін көріп, ішкі дүниесі бір сәтке жараланғандай күйге енді. Ол қаншама қорқып тұрғанына қарамастан, оған көмек көрсетуге бел буды. «Анау жерде бір шелекті көрдім, мен оны тез әкелемін. Қазір шелек әкелемін», деп сендірді ол, сабырлық танытып. Бала ерікті түрде көз жасын сүртіп тағы да басын изеді. Оның бүкіл жанының ауыр жүгі, әлі де болса қорқынышқа толы күйі, Айжанға терең әсер етті. Ол дереу айналасындағыларды ұмытып, ескерткішке қарай жүгірді. Жылы мырышталған үлкен шелек гүл шоғы бар, нағыз арудың ескерткіші үшін ғана жаралғандай еді. Ескерткіштің сәні баланың тағдырына қарағанда маңызды емес еді. Бірақ шелектің ішінде осы қазір ғана қойып кеткендей балғын, құлпырған шоқ гүлдер бар еді. Осы гүлдерді алып кетіп әжейге сатып жіберсе, 4 бәліштің ақшасы шығатын еді. Ол екі ойлы болып қалды. Қарын деген шырылдап ашып тұр. Бір жұтынып алған ол бала түсіп кеткен шұңқыр жаққа басын бір бұрып қарап қояды. Ол баланың жағдайын ойлады. Ішіндегі гүлді ары тастады да, шелекті алған Айжан балаға қарай жүгіріп келді. Ол баланың әлі де басын көтеріп тұрғанын көріп, өз шешіміне өз риза болып кетті. Шелекті шұңқыр ішіне тастады да, «Оны сол жаққа, бұрышқа жылжыт», деп бұйырды Айжан қабірдің шетінен нұсқап. «Шетке жылжы, мен сені шығаруға көмектесемін». Бала жылап әрі қорқып жатқанымен, соңғы рет күшімен Айжанның айтқандарын орындауға тырысты. Айжан өзі ептілікпен төмен секіріп, балаға көмек көрсету үшін бар күшін салды. Шелектің үстіне шығып, баланы жоғары қарай шығармақшы. Алайда алғашқы талпыныстар сәтсіз болды, екеуі де дымқыл балшықта сырғанап кете берді. Бірақ ол қайтпай, 3-ші талпыныс кезінде баланы сыртқа шығаруға мүмкіндік алды. Бір кезде аяқ астынан «Алихан!» деп айқайлаған бір әйелдің дауысы шықты. Айжан бұл дауыстан селк етіп шұңқырға қайта құлап кете жаздады. Бірақ бар күшін салып, өзін ұстап қалды. Бұл әйелдің дауысы оны одан әрі таңырқатып жіберді. Әр қадамын абайлап басып, жаңа ғана шұңқырдан шыққан Айжан, айқайлаған әйелді айналаға қарап, көзімен іздей бастады. Әйел құлпытастардың арасынан оларға қарай жақындап келіп, кішкентай Алиханды көтеріп алды. Айжан таңдана қарап, өз көзіне сенбей тұр. Өте сәнді киінген әйел баланың үсті балшық болғанына қарамай, оны көтеріп бауырына басып, құшақтап сүйіп тұр. «Анашым, мені шұңқырдан шығарып алған мына қыз», деп бала бірден айқайлап жылап жіберді, Айжанды көрсетіп. «Әйел, рахмет, жаным. Құдай-ау, үстіңдегі киімің балшық болып кетіпті ғой. Анаң ұрсатын болды. Менімен бірге жүр, киімдеріңді жуып кептіріп беремін», деді. Мұндай жанашырлықты сезіне бермейтін Айжан таң қалды. Бірақ оның ойын күңкілдеген күзетші бұзды. Оны ұрсатын ешкімі жоқ, мұны жақсылап ұрып соғу керек еді. Ол осындағы гүлдерді ұрлауға келеді деп тұр.
Әйел оның сөзін естіп таңырқай Айжанға қарады да: «Не үшін гүлдерді ұрлайсың?» деді. Қыздың орнына күзетші жауап берді: «Гүлдерді ұрлап сатады бұлар», деді де ары қарай өтіп кетті. Қарны аш, бір жағынан дала су. Мұрнын бір тартып алған Айжан үнсіз тұр. Ал әйел Айжанға қарап: «Енді тезірек көлікке жүгірейік. Сыртта суық, тамақтанып алайық, мен сені түсінемін», деді. Айжан өзінің қарсылығын көрсеткісі келмеді. Ол осы мейірімді, жүзі жылы әйелдің ізінен кез келген жерге, тіпті жердің шетіне дейін еріп барар еді. Балаға көз салып, кейбір адамдар сондай бақытты, олардың осындай керемет анасы бар, деді іштей қызығып. Көлікте Айжан ашық түсті орындықтарда өте мұқият отыруға тырысты, алайда көңілінде бір түйткіл қалды. Ішкі жан дүниесі бұзылғандай сезінді. Салонда хош иістер жібек тәрізді тарады, ал бақылау тақтасындағы индикаторлар жыпылықтап, қала өмірінің жылдам ағысын еске салады. Алихан анасына өзінің батылдығы мен күшін, оны қалай құтқарғанын және қалай шұңқырдан шыққанын айтып жатты. Әйел терең ойға батқан күйі ақырын сұрады: «Айжан, сен неге бұл жерде жүрсің? Сенің ешкімің жоқ па?» деді. Қыз иығын көтеріп, сұраққа жауап бермей, терең тыныс алды. Мұндай сұрақтар оны жиі мазалайтын. Бірақ ол осы ханымға жауап берді: «Жалғыз тұрмаймын. Бірақ ол мені жоқ деп санайды, менің бар жоғым бәрібір. Анам мені босанып жатып қайтыс болды. Әкем жоқ. Мені анамның әпкесімен күйеуі асырап алды, бірақ күйеуі әпкемді тастап кетті. Ол күнде шет. Қамқоршылық органдар мені балалар үйіне жібермек болды, бірақ мен қашып кеттім», деп жауап берді. Әйел оны мұқият тыңдап, басын шайқады. Бірақ басқа сұрақ қоймай, тек тыныштық сақтады. Айжанның аузынан шыққан әрбір сөздің артында терең мұң мен ауыртпалық жатты. Айжан әйелдің үйіне кіргенде қатты таң қалды. Ішке кіргенде ол еріксіз жан-жағына қарай берді. Үйлердің сән салтанаты, бөлмелердің тазалығы мен әсемдігі оны таң қалдырды. «Қандай әдемі!» деп ойлады ол. Адамдарының осылай өмір сүретінін түсініп қатты қызықты. Ал Алиханның анасы Кәмила оның абдырап тұрғанын бірден байқады. «Айжан, өзіңді еркін сезініп ішке кір. Ештеңеден қорықпа. Менің есімім Кәмила», деді де дастархан жайып, дәмді тағамдарды тоңазытқыштан алып қоя бастады. Қызға таза киімдер ұсынып жуынып алуын айтты. Жуынатын бөлмеден шығып, дастархан басына отырған Айжаннан Кәмила көз алмай қарап отырды да қойды. Айжан өзін ыңғайсыз сезініп, тамақ шайнауды тоқтатып, шанышқыны қоя салды. Бір сәт үнсіз қалды, сосын мұңайып: «Рахмет сізге», деді ол. Кәмила аса бір мейірімділік танытып: «Тойып жеп алсаңшы», деді. «Мен тым көп жеп қойдым», деп жауап берді Айжан. Тамақтанып болған соң, Кәмила Айжанға төсек салып берді де: «Осында жатып демалып ал. Қазір дала суық», деді. Айжан ешқашан мұндай жайлылықты сезінбеген. Қарны тойып, жылы төсекке жатқан оның көздері жұмылып, маужырап ұйықтай бастады. Оның денесі босап, барлық қобалжу мен қорқыныштар ұмытылып ұйқыға кетті. Бұл уақытта Кәмила күйеуімен телефон арқылы сөйлесіп жатты. Әлгінде дастархан басында Айжаннан көз алмай қарап қалуының да өзіндік себебі бар еді. Сол ойын күйеуіне жеткізді. «Қазір саған айтсам сенбессің. Жұмысыңды таста да тез үйге жет. Өзім таң қалып тұрмын». Осыншама ұқсастық болар ма? Бауырың Ержаннан аумай қалған қызды жолықтырдым зират басынан. Ол біздің ұлымызды құтқарып қалды, деді күйеуіне. «Кәмила, не айтып тұрсың? Ержанның өлгеніне 10 жыл болды», деп үн қатты телефонның ар жағындағы күйеуі Нұржан. «Нұржан, үйге келгенде өзің көресің», деді Кәмила. Жұмысынан сұранып, үйге аптығып кіріп келген күйеуіне: «Міне, ұйықтап жатыр», деп тәтті ұйқыда жатқан Айжанды көрсетті.
Нұржанды қыздың сыртқы келбеті қатты таңғалдырды. Расында да марқұм ағасына қос тамшыдай қатты ұқсайды екен. Нұржан бұл ұқсастыққа сене алмай, көзін қадап тапжылмай қимылсыз тұрып қалды. Ағасының өмірін есіне алды. 10 жыл бұрын бұлар отбасы үшін ауыр қайғылы оқиғаларды бастан кешірді. Нұржанның туған ағасы Ержан ата-анасымен жанжалдасып, оның нәтижесінде көлік апатында қайтыс болды. Ержан кедейдің қызын сүйіп қалып еді. Бірақ ата-анасы өздерімен терезесі тең жандармен құда болғысы келген. Кедей қызды келін еткісі келмеген ата-анасына ренжіп, ол үйден шығып кетіп еді. Ол көлігін өте жылдам айдап, апатқа ұшырап қаза болған. Ал арадан сонша уақыт өткенде ағасынан аумай қалған қыздың топ ете қалғанына Нұржан қатты есеңгіреді. Кәмила, енді не істейміз деп сұрады әйелінен. Біз әзірге Айжанға ештеңе айтпаймыз. Бірақ сен бәрін анықтауың керек. Оның әпкесінен сұрау керек. Менің ойымша ол бір бөтелкі үшін бүкіл шындықты ашады. Сосын дін сараптамасын жасау керек деді. Кәмила іздеуі сұрауы жоқ қызды ұйқыдан тұрған соң үйінен шығарып жөніне жібере салған жоқ. Әзірге біздің үйді жүре бер. Кейін арнайы балалар үйіне орналастырамыз. Ол жерде қарның тоқ, киімің бүтін, жатын жерің таза болады. Қазіргідей сабақ оқымай, зират аралап жүрмейсің деді. Айжан үнсіз келісті. Айжан осы 2 аптаның ішінде өмірінің жаңа кезеңіне қадам басты. Ол өзінің сыртқы келбетінен бастап ішкі әлеміне дейін үлкен өзгерістерді сезінді. Терісі айтарлықтай тазарып, денесі жеңілдеді, ал оның үстіндегі талғампаз үй костюмі оның көңіл күйін айқындайтындай болды. Кешке дейін 3-4 мезгіл дәмді тамақ, жылы, таза төсек. Өмірінде мұндайды көрмеген кішкентай қыз осы өмірі мәңгілікке жалғасқанын тіледі. Айжан өзіне таңдана қарап тұрды. Ол қалай өзгерді, қалай жаңа адамға айналды. Бұл жаңа келбеттің артында оның өзіндік күш-жігері, жаңа өмірге деген ұмтылысы тұрды. Енді ол көшеге оралмайтынын, балалар үйіне барып оқитын, таза киім киіп, алға қойған мақсаттарына жететінін қабылдай бастады. Ол Кәмила сияқты болуды армандады. Кәмила сондай әдемі, сондай ақылды, тіпті пианинода ойнайды. Алиханның әкесі де өте мейірімді адам болып шықты. Кәмила пианинода ойнап жатқанда Айжан ішінен тыныс алып, бар ықыласымен қарап тұрды. Қара және ақ пернелердің арасындағы сиқырлы ырғақтарды тыңдай отырып, ол өз өмірінің жаңа мүмкіндіктеріне көз жүгіртті. Әлі де көп нәрсені үйреніп, жаңа әлемді танығысы келеді. Бірақ бір күні таңертең Айжан өзін жайсыз сезінді. Бір жағдай болатындай жүрегі лүпілдеп, бір ерекше күйді сезіне бастады. Сол күні Нұржан түске жақын қолындағы құжаттармен үйге кіріп келді. Кәмила екеуі оңаша отырып ұзақ сөйлесті. Соңынан Кәмила жылады. Айжан мені балалар үйіне өткізетін шығар деп ойлап, мұңайып сол жағдайға іштей дайындала бастады. Мені балалар үйіне жібересіздер ме? Мен анау үйге қайтып барғым келмейді деді Айжан Кәмиланың қасына келіп. Айжан, не айтып тұрсың? Деген Нұржан мейірлене сөйледі. Ешқандай көше немесе балалар үйі туралы әңгіме болған жоқ. Айжан оның сөздерін толық түсінбеді. Оның жүрегі әлі де күмән мен қорқынышпен толы еді. Бірақ мен нағашы әпкеме қайтып бармаймын деп айтқан сөздері оның ішіндегі терең жараны ашты. Ол жаққа барудың қажеті жоқ. Біз оны маскүнемдіктен емделу орталығына жібердік, сен бізбен бірге тұрасың енді. Алихан сеніңінің болады деді Кәмила. Айжан бұл сөздерді түсінуге тырысып басын шайқады. Оның жүрегінде беймәлім қорқыныш бар еді. Нұржан бір сәт үнсіз тұрды да. Әкең туралы бірдеңе білесің бе? Деді. Жоқ, әкем анамды жүкті кезінде тастап кеткен. Нағашы әпкем солай айтатын деді. Ешкім ешкімді тастаған жоқ, балақай деп Нұржан ақырын, сабырмен сөйлей бастады. Ол сенің анаңа асығыс бара жатқанда көлік апатына ұшырап қайтыс болған.
Мен саған әкең туралы бәрін айтып беремін. Ол керемет адам еді. Егер сен мені әке, Кәмиланы ана деп атағың келсе, біз шексіз бақытты боламыз деді. Бұл сөздер Айжанның жүрегін терең толқынысқа бөліп, оның жүрегінде бұрынғыдан да көп сұрақтар пайда болды. Титтей жүрегі сол сұрақтарға асықпай жауап алды да, жаңа өмірдің табалдырығын аттап, жарқын болашаққа қадам басты.